Армысыз ағайын, бұл Алаш партиясының YouTube арнасы, мен Думан Мұхаммедкәрім. Бүгін Алаш партиясының YouTube арнасында алғашқы тікелей эфир, егерде өздеріңіздің сұрақтарыңыз бар болса, мына төменде көрсетілген WhatsApp номерге, Telegram чатына хат жолдап өздеріңіз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін Алаш партиясының төрағасы Әділет Қабдолла мырза. Әдеке, бүгін біз екеуміз тікелей эфирді бастадық. Мұның алдында бірнеше фильмдер, жаңағы қысқаша жарнама түріндегі роликтер дайындап жасап шығарып жүрдік. Алғашқы тікелей эфирді толқып тұрған жоқсыз, қазір халқыңыздан көп сұрақ түседі. Жоқ, толқитын ештеңесі жоқ деп ойлаймын. Біріншіден, екіншіден енді халық өзі сұрағын несін қойғаннан кейін жауап беру керек. Өзіңіз алдында айтып отқандай, тікелей эфир керек, тікелей эфирсіз болмайды. Өйткені халық бұл кімдер, бұл Алаш деген кім, қай азаматтар екенін білсін, көрсін, өзімізді таныстыра кетейік. Ал енді осы сұрағыңызға жауап берсеңіз, Алаш партиясы деген қайдан шықты? Сіз кімсіз? Қасыңыздағы нөкерлеріңіз кім? Осы 18 жыл бұрын, негізі мен бірінші төраға емеспін ғой. 2018 жылы. 18 жылы, иә. Біздің бірінші төрағамыз Сырым Абдрахманов мырза, жақсы әріптесіміз, рухтасымыз. Солай бастаған. Осылай Алаштың туын көтеріп, осы партия ұйымдастырамыз, қатарымызға қосылыңыз деп. Сонда ең бірінші адамдардың бірінші мен болған кезінде. Содан жұмысты бастадық. Ол кезде саяси алаң Қазақстанда саяси алаң тіпті ұйқыда болды. Шындықты айтқанда, 18 жылы ұйқыда болды. Ол кезде жалғыз кім болды? Франциядан Аблязов қана болды, жалғыз болды. Одан басқа Қазақстанның ішінде нақты былай активистер болды, бірақ саяси партия ұйымдастырамыз деген болған жоқ. Менің өзім баяғы заманнан бері сондай арманы болатын. Осы бір жастармен, өзім әріптестеріммен көзқарасымыз бірдей, сонда азаматтармен қосылып, өзіміз бір партия ұйымдастырсақ, осы ел үшін бір еңбегіміз сіңетіндей, ертең тарихта атымыз қалатындай деп. Сосын Алаш дегесін ең бірінші атып тұрған өзім Алашпен сол алаштықтарды оқып, сол тәрбиемен солай өскен адамбыз, идеологиямыз сол. Енді Алаш дегеннен кейін жүректі соғады ғой, рухты оятатын. Содан ең бірінші адамдардың бары болған. Оныңыз рас, Алаш деген сөз екінші қазақтың есімі. Бұл Алаш сөзі кез келген қазақ үшін қасиетті. Осындай бір рухты сөзді арқалап жүру ауыр емес пе? Алаштың атын ақтай аласыздар ма? Басынан бастап айтқанбыз, Алаштың туын көтеру оңай емес. Ол жүк ауыр. Оны шындығымен айту керек. Ауыр, оңай емес. Сосын қазіргі заманда өзіңіз білесіз, сенбей қалған адамдар көп. Қазіргі мына қалыптасқан жүйе болғасын, неше түрлі өтірік оппозициядан да өтірік, неден шаршап қалған адамдар көп. Сондықтан біздің мақсатымыз өзімізді әдемі көрсету емес. Мақсатымыз осы жерде келіп, міне біз осындаймыз, қалған бәрі өтірік, біз шындықты ғана айтамыз деген емес. Менің өзімнің ұстанымым, алдында да мен эфирлерді айтып кеттім, біздің арнаның ішінде бар. Қалай ақсақ болсақ та Алаштың туын жығылтпаймыз. Аталарымыз осыдан 100 жыл бұрын осы идеология, Алаш деген қазақтың рухы ғой, соны көтеріп, елімізді қазіргі біздің тәуелсіздік алып отқанымыз сол аталарымыздың арқасында. Ол аталарымыз кезінде бізге автономияны алып беріп, шекарамызды бәрін істеп бермегенде, ол кезде қазір біз ренжіткім келмейді, бір Якутия сияқты сондай бір ел болып қалып қалатын едік. Ол нағыз факты. Енді 30 жыл болды егемендік алғанымызға. Бірақ біз енді сол аталарымыздың құрметіне деп айтуға болады ғой. Сол Алаш партиясы тіркелген партия болып, әлі күнге дейін парламентте жоқ. Тіпті парламентте болмаса да тіркелген партия жоқ. Енді осы жерде міне сөзіңіз аузыңызда. Өзіңіз әлгінде айттыңыз. Бұл Алаш партиясы жаста болса, сақалды партия. Саясат сахнасында 2018 жылдан бері жүрміз дегенсіз. Енді айтып отырсыз, парламенттің төрінде көрінуіміз керек деп.
2018-ден бері айға бата қалып жүрсіздер ме? Неғып тіркелмедіңіздер әлі күнге? Жаңағы айтып өттім, біздің бірінші төрағамыз сол кезде біз әжептәуір қысымға түстік. Бірталай мыңдаған адамдар қолдаушылар болды, бірақ қудалау бастады ол кезде. Билік қысты. Мықты қысты. Қалай мысалға? Тіпті мен сізге былай айтайын. Тіпті біздің сол кездегі төрағамыздың үйіне спецназ кіріп, кәдімгідей спецназ кіріп, үйін есігін сындырып, үйінде бала шағасы болғанда, екі қабатты келіншегі болғанда үйді бажылатып, бақыртып, үйдің есігін сындырып кіріп, үйдің бәрін қопарып шығып, менің фейсбугымда бұрынғы сол 18-ші жылдың нелерін қарауыңызға болады, видеолар, суреттердің бәрі бар. Сонда 2,5 мың адамның міне тіркеуге тапсырамыз дегенді, сол қағаздарды алып кеткені. Содан кейін сол бізде өте көп қолдаушы жастар болды Алматыда, әсіресе студенттер, нағыз жүрегі жанып тұрған. Бәріміз енді білеміз, студент деген ол нағыз қазір қазақтың осы болашағы, осы қаймақтар, бал қаймағы нағыз студенттер. Әжептәуір 200-ден астам бізде студент сол жерден болды. Бәрін қыса бастады. Комитетшілер келіп, бүкіл біздің студенттерімізді қыса бастады. Содан кейін әжептәуір енді басылып қалды. Енді өзіңіз білесіз, қалай келтірсең де қысқаннан кейін әжептәуір адамдар артқа да шегініп қалады, нетіп қалады. Содан кейін мен өзім жеке басыммен 1,5 жылдай саяси алаңда болмадым. Өзім жеке басыммен 1,5 жылдай. Өйткені отбасы, бала шағаны асырау керек. Жеке өзім интернет бизнеспен сомен айналысып кеттім. 1,5 жылдай саяси алаңға кірмей, тіпті Facebook соның бәрін өшіріп тастаған. Содан кейін біраз енді неткесін жүрегін жібермейді ғой, ел үшін тағы жұмыс істегім келеді. Бірақ өзіміздің әріптестермен бәрімен араласып жүрдік. Осылай основной костяк дейді ғой. Бәрімен араласып жүрдік. Сол кезде бастарымызды қостық жігіттермен. Мен ол кезде біраз уақыт енді ел тірегінде де болдық. Неге тіркелмей жатқандарыңызды айтқыңыз келген сіздің? Әлі күнге дейін неғып тіркелмей жатырсыздар? Қазір мына 1000 қолды жинадық. Алдында да мен айтып кеттім. 1000 қолды жинадық, бірақ біз мына бәріне звондап, бәрін біліп, бәрін нақтылап, шегелеп. Мысалы, оның ішінде бізде алдында 1000 адам жинап енді тапсырамыз дедік. Өзіміз бәріне неткеннен кейін, тексере бастағаннан кейін, ішінде 200 шақты адам азаматтығы жоқ болып шыққан екен. Яғни, Әділет министрлігінің алдына қағаз түспес бұрын сіздер өздеріңіз бюрократияны... Ертең бізге егерде мысалы Әділет министрлігі біз тапсырған кезде, Әділет министрлігі бізге міне сізге тіркеу жоқ дегенде, ол ең қызығы біз ұйымдастыру комитетті ғана тіркеуге тапсырамыз. Ұйымдастыру комитет тіркеуге тапсырғанда бізде орысша айтады уведомительный характер дейді. Көрдіңіз бе? Бізде ол ескертпе түрінде бересің, олар қабылдау керек. Олар оның бәрін өздері тексеріп неткен кезде бізге сіздерге болмайды, араңызда осындай адам бар екен, немесе өлген адам бар екен, азаматтығы жоқ адам бар екен деп айтпау үшін өзіміз осы жақтан дұрыстап істеп бергенде, ертең Әділет министрлігіне тапсырған кезде, егерде олар бізге сондай жауап беретін болса, тіркемей бізге жауабымыз дайын болсын дейсіз. Жауабымыз дайын болады. Өйткені біз өзіміз соған көзіміз жетіп, өзіміз тексеріп алып, өзіміз сарапымызды өткен. Енді Әділет министрлігі тағы да тырнақшаның ішінде. Олар тырнақтың астынан да кір табады ғой. Ертең басқасын іздеп тауып жатса. Іздесін. Заңды түрде қандай бар? Міне заңды жазулы ғой. Заңды түрде қандай бар? Сол заңмен ғана жұмыс істеп отырмыз. Егер де Әділет министрлігі заңсыз бірге сондай іс-шаралар қолданатын болса, ол кезде біз жоғары қарай бәрін жазамыз, айғай-шуды көтереміз, тіпті 10-ға дейін баруға болады, оған сөз жоқ. Яғни, егер де Әділет министрлігі сіздердің араларыңызда 18 жасқа толмаған азаматтар, азаматтығы жоқ азаматтар, немесе кісі өлтірген бір маньяктар бар дейтін болса, сіздердің жауаптарыңыз алдын ала дайын болады. Иә, оны сұрасың. Әр саяси ұйымның артында бір керемет бір саяси күш тұрады, немесе бір олигарх тұрады. Әңгімеңіздің әрқайсысында жаңағы біздің алдымызда улап-шулап Парижден отырған Әбіләзов қана бар дедіңіз. Әбіләзов бар ма артыңызда? Кімнің артында? Алаш партиясының артында. Сізде не екенсіз? Нағыз провоцирующий сұрақтар қояды екенсіз? Енді ол сіз қалай болады? Жоқ, ол кісіні танымаймыз да, біріншіден.
екіншіден ол кісі өзі кезінде бізге қарсы шыққан, сендер ана бір Ақорданың проектісіңдер деп. Одан мына жақта артында еретін адамдар бар ғой. Бірақ ең соңында бәрі көрді, түсінді кім екенін. Нағыз халықтан шыққан азаматтармыз. Артымызда ешқандай олигарх деген жоқ, артымызда тұрған қалталы азаматтар жоқ. Өзіміздің осы азаматтар, алаштықтар, кішігірім кімде несі бар, қаражат, адамдар. Бірақ енді мен былай айтайын, тіркелмеген партияға көп қаражат керек емес. Соны айтайын. Көбі ойлайды, ойбай, мынау бір миллионерлер, нелер. Шындығымен айтқанда, тіркелмеген партияға көп қаражат керек емес. Бәріміз жүрген орысша энтузиаст дейді ғой, рухтанып жүрген азаматтарымыз. Тіпті волонтерский ретінде, общественных началах деп айтады. Ерікті түрде тегін өзіңізді өзіңіз сүйреп. Бізде қаражатымыз шығып атқан. Алматыда бір штабымыз бар. Өйткені бізде Алматы қаласы бойынша, Алматы облысы бойынша Алаштың төрағасы Жан Шыңғыс өзіміздің рухтасымыз. Ол алдында 3 жыл бойы тегін аяғын бәтеңкесін тоздырып, солан саяжайлармен жүріп, нетіп халықтармен жүрген. 3 жыл бойы. Жан Шыңғысты еске сала кеткен жөн болар, біздің YouTube арнасының көрермендеріне. Facebook қауымы Жан Шыңғысты жақсы таниды. Ол өзі белсенді, саяжайдың тақырыбын көтеріп жүрген қанша құдай өк? 5 жыл болды ма, 50 жыл болды ма? 3 жыл болды. Иә, 3 жыл болды. Қымбатты ағайын, осы Әділет Қабдолла айтқандай, жаңағы Алматыдағы штабқа сізде шығындаласыз. Одан кейін осы мына медиа қызметке, яғни журналистикалар бар, осы мына біздің студиямыздың көркемдеуіміз бар, мына жан-жақтағы жарық бар, камера бар, тағыстағы, оғанда қалтаңыздан ақша шығаруға тура келді. Енді осы YouTube арнасына жазылып, барынша сілтемесін тарата жүріңіздер деп еске сала кеткім келеді. Ал мына шағын жарнаманы бір қарап, сілтемесін жаттап алыңыздар. Бұл Алаш партиясының YouTube арнасының жарнамасы, ал мына телефон, яғни WhatsApp және Telegram мессенджер арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Алғашқы сұрақта келіпті. Бұл сұрақты шын айтқанда кімге қойылғаны белгісіз, сізге ме, маған ба? Мына жігіт ел тірегінде сөйлеп жүретін еді, енді мында отыр екен ғой депті. Енді ол кісінің маған қатысты сұрақ болатын болса, мен жауап беруім керек шығар. Ол рас, ел тірегі партиясының мүшесі болып, сол ел тірегі партиясының медиа холдингі дейін ба, ол жерде қанша репортаждар дайындап, фильмдер жасап, іс-сапарларға шығып жұмыс істегенім рас. Бірақ кейіннен көзқарасым өзгерді. Ел тірегі партиясының қатарынан кеттім. Алаш партиясымен бірге жұмыс істеп жүрмін, бірақ Алаш партиясының мүшесі емес. Мен бұл жерде өзім тәуелсіз журналист ретінде жұмысымды жалғастырып жүрмін. Саяси көзқарасым бұл партияларға тәуелді болмас екен деп, өзім жеке дара жүруді жөн санадым. Сізге де қатысты айтылуы мүмкін, ел тірегінің қатарында жүрді ғой деп, сіз бірнеше жаңа жиналыстарда отырғандарыңыз бар. Бәлкім соны айтып жатқан шығар. Ел тірегіне қатысыңыз бар ма? Әбіләзов па, қатысыңыз жоқ екенін түсіндік. Жоқ, қазір жоқ. Бірақ кезінде осылай әлеуметтік желіде бәрінде шыққанда осылай ел тірегі партиясын ашып жатырмыз, бастап жатырмыз дегенде, мен сол кезде қарадым, өзім мен тұратын жермен алыс емес екен, барып келейін, танысайын, сол кімдер екен, қай азаматтар. Міне жерде тұр екен ғой, бара салайын. Өзім бардым, таныстым, қарадым, көзқарастары дұрыс сияқты болды. Енді ел азаматтары ғой оларда. Орысша айтқанда Олимптен түсіп келсе де, енді біздің қазақтар ғой деп. Олимптен түсті дегеніңіз, яғни Әлтаев мырзаның кезінде мәжілісте болды, вице-министр болды. Бірақ енді мен өзім жеке басыммен мысалы осы билікті бір монолит деп есептемеймін. Монолит бәрінің ойы, биліктің ойы бірдей деп есептемеймін. Ешқашан есептемеймін. Ол да өзіміз сияқты азаматтар бар ішінде, олардың өздерінің сана сезімдері бар, көзқарастары бір-біріне қайшы болуы мүмкін.
Сондықтан барып кездесіп таныстық. Негізі басында өте ұнады. Басында жұмысты бірге бастап кеттік. Сонда өзім қолдадым. Ол жерден зарплата алған жоқпын. Былай айтайын. Керісінше өзім бір возможность болғанда қаражат бірдеңе қосылатын сондай бір негеде бөліп тұрдық. Мен жалақы алып тұрдым, оны айта кеткен жұмырыз. Енді содан кейін басында негізі ол жақта жақсы команда болды. Жақсы команда, мықты команда жиналды, мықты азаматтар болды. Маған сол ұнады. Мынау арамыз отырған мен қарадым, 20 шақты адам болғанда мен қарадым да кәдімгідей ертең билік өзгеріп жатқан кезде мына азаматтар келіп орнына келсе, еліміз көркендейді деген сондай бір сенімдік болды. Енді өкінішке орай содан кейін көзқарасымыз біраз солдан оңға қарай кете бастады. Сол біраз не болды. Соның ішінде сосын мен жеке басында болғанда бұрын енді біз Алаштың азаматтарымен бәрімен хабардамыз ғой. Сосын Алматыдан президент әкімшілігіне бір хат жолдаймыз деп, хат тапсырам деп Жан келді, Жан Шыңғыс. Сол кезде бірінші ұлттық мүддені қорғау кеңесінің съезд емес, отырысы болды. Сол кезде Жанды да шақырдым, қателеспесем, үшінші отырыс ол деймін. Жоқ, бірінші отырыста, ол отельде болған кезде. Хилтон отельдің кезінде. Сонда енді бәрін болдық, үйге шай ішуге шақырдым ғой. Сол кезде Жаке айтады маған, Жаке Алашқа жетпейді ғой деп. Сонда біраз Алашты аңсадық. Содан кейін бүкіл азаматтардың басын қостық. Осы елордамызда кім бар, Астанада кім бар, сол басымызды қостық та, сонымен шешім келтірдік. Мен сол кезде айттым жігіттерге, жақсы, Алашты әрмен қарай бастайық. Енді бұрынғы төрағамыз өзінің бір жұмыстарымен кетті, біраз нетті. Енді переформатирование жасау керекпіз, жаңадан бастау керекпіз. Ол кезде, енді шындықты айтып отырмын, ол кезде мына отырыста болғанда ол кезде кім болды? Санавар Закирова. Сол кезде бір өз инициатива айтты. Біз как фракция ретінде болайық, сол ел тірегінің ішінде. Сол кезде мен айттым біздің жігіттерге, жақсы, онда Алаштың туын көтеру оңай емес, ол ауыр жүк, жаңағы айтып өткендей. Бірақ фракция болып, тәуелсіз, өзіміздің ұстанымыз бар, өзіміздің ойымыз бар, өзіміздің позициямыз бар, бірақ ортақ не болғаннан кейін бір жағынан келейік деді. Қосылайық дедіңіз. Не болып? Санавар Закирова дегеніңіз, ол кісіде бір саяси ұйым құрып жүр Алматыдағы. Наше право. Ол кісімен мен бір-ақ рет кездестім. Ұнады, бірақ әрмен қарай енді әңгімелеріміз болған жоқ, ондай мүмкіншілік те болған жоқ, кездескенде жоқпыз. Басқа қалада, Алматыда. Сөйтіп қосылдыңыздар. Сөйтіп сондай инициативамен барып біз алаштықтар болып, осылай айттық, аламызды ел тірегіне фракция болып кірейік дедік. Жақсы, бәрі келісті, бәрі жақсы болды. Оны видеода бірнеше рет шығарылды, бәрін түсіндіріп айттық, неге осылай істелінді. Өзім де сізден бірнеше сұхбат алдым. Содан кейін біраз енді өзім іште тағы азаматтар келді, нетті. Сосын ел тірегінің біраз Алашқа қарағанда несі жолдары, осы шаралар біраз бізге қайшы болды Алашқа. Сосын өзім енді мен Алашты төрағасы болғаннан кейін, әрі біз сол жағынан ел тірегінің ішінде фракция болып отырмыз, мысалы. Біздің алаштықтар жігіттер сол кезде әжептәуір дауыл көтерді. Ел тірегінің несіне келмейді, бізге шығу керекпіз, өзіміз тәуелсіз болып кету керекпіз. Жақсы, ондай болса, сондай ресми мәлімдеме, Фейсбугымда постта жасадым. Біз осылай ел тірегінен шығып, өзіміз тәуелсіз болып, Алаш өз бетімізбен орысша жаздық, свободное плавание деп кеттік. Қателеспесем, ол жаңағы ел тірегі партиясының министрлер үйіне жаңағы елордадағы бәйтеректің қасында кішігірім митинг өткізген кез емес пе? Сол кезде сіз ел тірегі қатарынан Алаш партиясы болып бөліндік дедіңіз. Ол бізде былай болды. Ол жерде ел тірегенде митинг ұйымдастырып дайындалып атты. Бірақ сол бір күннен кейін, 25 болды ма, өзім есімде емес. Бір күннен кейін Алматыда біздің алматылық активистер Ащыбұлақ ауданында, Ащыбұлақ сельский ауылдық округі, сонда Бибаджановтардың үйін тартып алып атқанда, алдында біз барып ол туралы
видеода түсірдік, алдында видео түсірдік, неден көрермендер көре алады. Құлап кете ма деп та қорқамыз. Айтады ол Қазақстаннан ішіп отырсың деп, сол үшін төлейсің. Жағдайлар тудырудың орнына қиындықтар тудырып отыр. Халық санын азайту туралы тапсырма келді дейді. Облыс әкімі отыр, Баталов. Осының бәрі көрмей отыр дейсіз бе? В государстве есть еще одно государство. Вот Баталов біздің Аким построил сам себе государство. Баталов саяжай мафиясы деген, осы не дейді, Алаш партиясын тапсырысымен не дейді арнасы түсіріп берген еді. Сонда, енді айта кетейін, сол Бейбатжановтардың үйінен мына пандемия вақытында қуып шығып атқан кезінде, қуып шығайын деп қуып шығып атыр. Сонда митингқа шықты біздің азаматтар. Ол митинг заңды болды. Ол митинг заңды болды. Ешқандай несімен заң жағымен келгенде ол кісілерге ешқандай полиция жағынан, прокуратура жағынан ешқандай қысым болмау керек еді. Бірақ қысым басталды. Аналарды бәрін шақыра бастады, біздің батыр аналарымыз да болды арамызда, Жан Шыңғысты шақыра бастады. Бізді экоактивист қолдап жүрген Салтанат Ташимова ол да келіп қолдап еді, видео түсіріп неді, оның бәрін шақыра бастады. Содан кейін мен қарап отырмын, бәрі тікелей эфирде жүргізіп жатыр ғой. Мен осы жақтамын, Астанадамын, олар Алматыда, Алматы облысында. Бірнеше сағат, таң атқаннан кешке дейін бірнеше күн ұстады. 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін. Келесі күні сот шығарып нетіп жатыр. Сосын ана протоколдарын қарайтын болсақ, тіпті несанкционированный митинг шығарды. Біздің Жан Шыңғысқа тіпті бунт деп жаза бастады. Сол кезде мен кеше ғана елорданың ортасында ана жерде военный формамен 50 шақты 70 шақты адамдар шыққанда тіпті айғалап, Аллаху акбар деп айғалап жүргенде, мысалы, оларға ештеңе задержание болған жоқ, ешкім тиіскен жоқ. Ол қандай двойной стандарт? 200 стандарт қой ол. 200 стандарт. А бізде мысалы бір ауылда, тіпті Алматының өзінде емес, ауылда өткен митингке сол қыса бастағаны, содан кейін шынымды айтсам мен өзіме жыныма тиді сол. Бұл жерде елтірегінің қатысы жоқ қой. Жоқ, елтірегінің қатысы жоқ болғанмен де мен мына биліктің 200-дік стандартын келтіріп отыр. Мынаған неге тиіспеді, мынаған неге алып кетті? Егер де мысалы бәрі нететін болса, ол кезде мен ондай не болмайтын деді. Көрдіңіз бе? Ойда болмайтын деді ондай. Сондықтан мен сол кезде... Сонда сіздің айтпағыңыз елтірегі биліктің жобасы ма? Мен оны айтқым келіп тұрған жоқ. Биліктің жобасы... Бірақ енді осыған келтіріп тұрсыз ғой. Бірақ мен оған келтіріп тұрған жоқ, мен биліктің 200-дігіне келтіріп тұрмын. Жақсы. Елорданың ішінде, ортада, елорданың ортасында, тең жүрегінде сондай болып атқан кезде, оларға дым істелінбегенде, ешқандай шара қолданылмағанда, мысалда, біздің ауылдағы жігіттер біз ауылдағы жігіттер, аналарымыз соларды қысып не болған кезде. Бірақ енді ең соңында біраз сондай не өткеннен кейін сот өзі де мүмкін алдыда бүкіл нені бір әжептәуір айға шу көтердік. Сол жақта международка, бюро по правам человека, соның бәрін нете бастағаннан кейін әжептәуір Жан Шыңғыстың сотына қатысты айтып отырсыз ғой. Иә, сол жақта әжептәуір қысымның бәрі болғаннан именно общественный не болды, резонанс болып кетті сол кезде. Сонда сот керісінше митинг заңды болғанын екенін көрсетті, шығарды. Бізде тәуелсіз Қазақстанда бірінші рет болды негізі ондай. Ондайды мен өзім есімде емес. Қазақстанда митингқа шыққан адам, тіпті ол ана несі ескертілмесі тапсырылғанда да заңды түрде де өткенде де бәрін қысып жауып жатыр ғой. Білесіздер ғой бізде қалай екенін бәрін. Бірақ сот ешқашан сол митингқа шыққан адамды жақтамайтын еді. Осы жолы керісінше біздің азаматтардың бәрін алып шығып, сот содан кейін частное определение деді, сол полиция қызметкерімен әкімшілікке берді. Сөйтіп жүрегінің түгі бар қандай сот, аты жөні есіңізде жоқ па? Жоқ, қазір айта алмаймын мен.
қазір айта алмаймын. Соңыра бір мына неден шығарып. Егерде ондай сот біздің елде әлі күнге бар болатын болса, онда елдің болашағы бар деп сенгім келеді. Ол заңды ғой. Қалай келтірсең де ол заңды өтті ғой. Қалай келтірсең де заңды өтті. Ал енді Әділет мырза, осы ел тірегінің жаңағы митингісі ел арасында, қоғам арасында көп дау тудырды. Жаңа өзіңіз айтпақшы, Аллаху акбар деп айғайлағанына қоғам белсенділерінің көбі қарсы шықты. Бұл көп адамды үркітті, қорқытты. Сіздер неге осы митингіге қосылмадыңыздар, ел тірегіне бірігіп неге шықпадыңыздар? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, Алаш партиясы митингіге шығуды қолдамай ма, дұрыс көрмей ме? Митингке шыққанда соның бір нақты бір себебі болу керек. Ол біріншіден. Екіншіден, талаптар қойылу керек. Мысалы, талап қойғанда орындалмады ма, соны шығу керек. Талаптар қойылып жатыр, себептер бар. Мен өзім былай айтайын, Дәке. Мен көп ел тірегі туралы айтқым келмейді. Әлтаев туралы айтқым келмейді. Біздің осы көрермендерді ренжіткім келмейді. Жақсы, сол кездегі митингке неге шықпадыңыздар, соны ғана айтып өтіңіз. Ол кезде мен алдында да айттым, мен ол жерге шықпаймын деп айттым. Қолдамадыңыз дейді. Қолдаған жоқпын. Болашақта мен былай айтайын, жаңа ғана мен айттым ғой, біз Алаш фракциясы, как фракция ретінде болды, солай емес пе? Ел тірегінің мына жұмыстары біраз өзге болғаннан кейін, біраз қайшы кеткеннен кейін, бастағы жұмысынан қайшы болғаннан кейін біз кетіп қалдық. Ол митингте сол себептің ішінде болды. Ол керек емес, мысалы, біздің ойынша, Алаштың ойынша ол қажеті жоқ болды. Сол кезде, сол моментте қажеті жоқ болды. Сол моментте тым жақсы жұмыс істеп жаттық, мысалы. Ал болашақта? Болашақта енді мен былай айтайын. Егерде мысалы біз Алаш халықтың талабын, мына жерде Алаш қанша талаптар қойып жатыр. Ана жолы біз Тоқаевқа да дат жаздық, мысалы. Баталовты жұмысын алып тастау керек. Ол туралы қазір айтып кетемін. Егерде халықтың талабы орындалмаса, ол кезде митингтерге шығамыз. Рұқсат берсе де, рұқсат бермесе де. Заңды митингтерге шығамыз. Түсінікті. Енді қымбатты ағайын, WhatsApp және Telegram мессенджерінің нөмірін көрсетіп қойдық. Осы номер арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды жіберсеңіздер болады. Әзірге көрермендерге де кезек берейік. Мынандай сұрақ келіп түсіпті. Алаш туын көтеріп жүргендеріңіз жақсы екен, бірақ мен түсіне алмай отырмын. Мақсаттарыңыз не өзді? Мақсат осы жүйені өзгерту, еліміздегі. Жүйені өзгертіп, елімізді, Қазақстанды, қазақ елін дамыту, өзіміз Алаш тіркеліп, билікке келу, қалай дұрыстап, бәрін дұрыстайтындай қылдырып. Болды, қазір өзіңіз білесіз. 30 жылдың ішінде бізде елде ешқандай өзгеріс болған жоқ. Бізде саяси бәсекелестік жоқ. Біз наркоман құсап, осы мұнайды әлімге дейін сол мұнайдың несінің арқасында жүрміз. Жоғардан биліктен мына көріп отқан жақсы жалынды прям жастар жоқ. Отырып отырған ана сенаттың ішіндегі бір қарттар үйі ғана. Оның бәрін өзгерту керек. Бізде реформалар жоғарыдан әдемі реформалары айтылады. Ол бірінші президенттің кезінде де болды, мына осы Тоқаевтың кезінде де сол. Әдемі реформа айтылады, іске аспайды. Қазір бәрін тырнақ астына кіргізетін болсақ жетеді. Бірақ міне фактімен қарайықшы. Тырнақтың астынан кіргізу қажет емес шығар, өйткені қазіргі жүйенің көрініп тұр ғой, бәрі көрініп тұр. Міне көрініп тұр. Кешегі жолдаудың өзінде де, мысалы, былай ұғатын болсақ, Тоқаевтың айтқан сөзінің өзі де, мысалы, соған келіп тұр. Былық бар бүкіл жерде. Өзінің 4-ші инициатива емес, бір 4-ші бөлігінде жолдауында естуші мемлекет реформасы жұмыс істемейді, осы кімдер, жергілікті әкімдер оны істемейді деп айтты. Біз осының алды 20 тамыз күні ресми түрде датты жіберді, келесі күні біз видеоны шығардық. Тоқаевтың атына осы Баталов, біз қаншама Баталов НСЖ мафиясы видеосын шығардық қой. Ол фильм репортаж, жай видео емес, кәдімгі фильм репортажы шығардық. Реакция жоқ. Баталов оны жоққа да шығарған жоқ, айтқанда жоқ мысалы. Міне сендердің мына видеоларындағы дұрыс емес деп айтқанда жоқ. Міне естідік, көрдік, міне дұрыстаймыз деп айтқанда жоқ. Ал қайда Тоқаевтың естуші мемлекет дегені қайда мысалы? Сіздер Ақордаға хат жаздыңыздар ма ол жөнінде? Ақордаға хат жаздық, түбіртегін бәрін алдық.
біз посттарда шығарып қойдық, ана видеода да соның бәрін шығарып қойдық. Дат болды, ол жай хат болған жоқ, ол дат болды. Тоқаев, міне сіздің жұмысыңыз істелінбейді деп. Президентке сондай кетті. Я біраз маған комментарий жазғаны бар, енді сумбурно шықты дейді. Біраз ана интеллектуалды, саяси жағынан тілмен келтіргенде келмейді дегендей. Біз қарапайым халықпыз. Ұмытпай қойық. Мысалы, біздің Алаштың ішінде... Хатқа қатысты ма сонда? Иә, хатқа қатысты, сөйтіп жазғаны бар. Айтып отыр. Өзімізді Фейсбукта достығымыздағы бір азамат. Енді мен айта кетейін тағы да. Біздің арамызда мықты политтехнолог деген жоқ. Жүрегіміз жанып тұр, өзімізді халықтың ортасынан шықтық. Әке-шешеміз министр болған, депутат болған одай адамдар емес. Жоқ, жақсы, Facebook қауым сізге жанашағаннан кейін айтқан шығар. Ақордадан қандай реакция болды? Ақорда күтіп отырмыз, міне, жоқ әлі. Қанша уақыт өтті? Негізі заң бойынша 14 жұмыс күн ғой. 20 тамыз күні берілді. Бүгін жұма 3-і. Бүгін 3-ші қыркүйек. Міне 13 күн өтті, бірақ ол 13 жұмыс күн емес. Өйткені жақсы, келесі аптаның соңына дейін Ақордадан бір жауап келу керек. Жауап келу керек, оғаларға мен өзім телефонмен звондаймын, сұраймын. Болмаса, ол кезде біз сол кезде шулдаймыз. Ақорданың өзі естуші мемлекет, Тоқаевтың айтқан реформасын Ақорда өзі істемей отырды. Ол құр Баталов емес. Маминдер, папиндер керең еді, мемлекеттің өзі де керең дейсіз ғой. Міне, өзіңіз айтып беріңіз. Ал енді Әділет мырза, ақыры Тоқаевтың жолдауына тоқталған екенсіз. Осы жолдаудың алдында Ресей бізге шүйлігіп, Тоқаев сол Ресейдің сөзін сөйлеп, Қуат деген азаматымызды тіпті елден қуып шықты. Қазақ тілі мәселесін тіпті масқара қылды. Бүкіл қазақты алып, мынау Қызыл империя, Путиннің империясының алдында жығып берді. Осы Тоқаевтың жолдауында тағы айтты. Мыналар абайып құсап үңгірден шықты демесе де, сендер жабайысың дегенге келтірді. Орыс тілі негізі біздің ата заңда әрқалай түсінуге болады. Орыс тіліне ресми деген мәртебе берілмеген, бірақ қазақ тілімен тең қолданылады, ресми түрде тең қолданылады деген сөз бар. Мұны ресми деп те түсінуге болады, ресми емес деп те түсінуге болады. Қалай ойлайсыз? Тоқаев бізді тағы да орыстың алдына жығып берді ме? Мен былай айтайын. Алдынан бастап біз бір ұсыныс бердік. Оны біз бір бағдарламаның ішінде, оны бір соңыра шығарамыз, Алаштың бағдарламасында. Қазақстанда ата заңымыз, конституция деген сол ата заң. Қазақстанда ата заңымыз тек қазақ тілінде ғана шығарылу керек. Біріншіден. Оның ішінде қазақ тіл, орыс тіл деген сөз болмау керек. Қазақ елінде, қазақ елінің ата заңы қазақ тілінде шығарылса, ол автоматты түрде Қазақстанды, қазақ елі, Қазақстан дегенді көрсетеді. Болды. Мысалы, мен білмеймін, Германияда, Францияда неміс тілі конституциясы, мысалы, Германияда тағы оның қосымша орыс тілі, не болса ағылшын тілі, Қытай тілі жоқ қой. Францияда да сол, Англияның өзінде сол. Ресейдің өзін ала кетейік, конституциясы қай тілде жазылған екен? Көрдіңіз бе? Ресей империясының өзінде. Ресей империясының өзі бізде мысалға мемлекеттік құрылымдар, мына Назарбаев болсын, Тоқаев болсын, Мамин, Папиндер басқалары. Олардың түгелінің айтатыны, біз көп ұлтты унитарлы мемлекетпіз, басқа ұлттарды сыйлауымыз керек, сондықтан орыс тіліне құрмет көрсетеміз дейді. Ал Ресей де сондай көп ұлтты емес пе? Оларда Ресей федерация, оның ішінде бірнеше субъектілер бар, бірақ олардың тілінде бір ауыз сөз жоқ. Бізде неге болу керек? Біз республикамыз. Кеше ғана айтпақшы, жақсы айтып кеттіңіз. Тоқаев өзі қалай айтуға болады? Осы единая нация деп шығарды. Қазақстан біз осы единая нация деп шығарды. Солай ғой енді. Жақсы, сөз жоқ. Бірақ ұлт деген ол не? Ұлт деген өзінің тілі бар, өзінің дәстүрі бар, өзінің елі бар. Өзінің елі бар. Егер де біз мысалы, мен басқа ұлттарға қарсы емеспіз. Бәрі болу керек. 100 ұлт бар дейме, 100 ұлт бәрі болу керек. Бірақ қазақ елінде өмір сүргеннен кейін оны қазақ тілін құрметтеп, қазақ тілін білу керек. Оны кім онымен айналысу керек? Онымен айналысу керек билік. Біз не үшін мына менеджерларды мына билікке отырғызып қойдық? Тақта отырғызып қойдық. Өзіміздің қазағымыз сол ақмақ. Солар отырғызып қойып, бірақ содан талап етпейміз мысалы. Сол магазинде болсын, қай жерде болсын, қазақша білу
міндетті деп соны өздері неге істемейді? Әкімшілікте толып жатыр, штат деген толып жатыр. Неге қоғам белсенділер ұялы телефонды алып қазақша сөйлей аласың ба деп сұрау керек? Оны неге мемлекет талап Мемлекет істеу керек қой оның бәрін. Мемлекет оны талап ету керек, заң жүйінде бәрін келтіру керек. Бізде заң бар емес пе? Қандай неде сен услуганы тілде алып отырсың, сол тілде жауап бер деген мысалы. Сол емес пе? Жақсы, орыс тілінде ниет ме? Орыс тілінде істесін, оған сөз жоқ мысалы. Бірақ қазақ тілін білу керек. Мен сосын былай айтайын. Қазақ деп жүрегі соғатын болса, ол тіпті басқа ұлт болсын, қандай болсын да, қазақша білетін болса, ол қазақты түсіне бастайды. Қазақты түсінген сайын, ол көз қарасын бір құлағына Ресей жаққа, Қытай жаққа салып қоймайды. Ол қазақ болғаны қазақша түсінгеннен кейін қазақтың өзін түсіне бастайды. Сол мен айтқым келетін. Сондықтан міндетті түрде үйрету керекпіз. Ол үшін бірнеше бағдарлама жасау. Қиыншылығы жоқ. Қазақ тілі жоғары оқу орындарын тегін істеп беруге болады ғой. Мысалы, міне солтүстік Қазақстаннан бір былай айтқанда бір мысалы Ивановтар отбасы. Мына баласы 11-ші сыныпты бітіріп жатыр. Қайда оқуға барады? Олардың 600-700 мың теңге не төлеуге, жоғары оқу орнына төлеуге ақшасы жоқ, мысалы. Бірақ альтернатива ретінде қазақша университетке барып түсе алады. Қазақ тілін білетін болса, тегін оқысын. Тегін оқиды. Бұл бірден барады ғой. Стимул. Мен Түркияда болдым осы көктемде. Ресейден көшіп келген, Украинадан көшіп келген азаматтар көбі жақта. 3 айдың ішінде үлкен 40-50 жастағы адамдар 3 айдың ішінде түркше сайрап тұр. Балаларын түркше балаға ақша береді. Бірақ оларда альтернатива бар. Алания, Анталия жақтарда орысша нелер бар, садиктер нелер бар. Бірақ жоқ, мен түркше балаға шыға берем дейді. Өйткені менің балам түркше үйрену керек дейді. Сол бізге неге ондай сондайды келтіру үшін біз өзіміз мына құлдық сана сезімімізді алып тастау керекпіз. Ол біріншіден. Тіпті орыс тілі емес, ағылшын тілін, қандай тілді, испан тілін білейік, жақсы. Қазақ өте дарынды, біз 10 тілді де біле аламыз. Мен білем ондай адамдарды. Тіпті біздің президенттің өзі неше тілде сөйлейді, мысалы 7 тілде сөйлейді деді ме? Неше тілде сөйлейді? Білсін, жақсы. Ол бізге көзқарасымызды ашу үшін басқа мемлекеттермен біраз технологиялар сол жақсы. Бірақ бірінші мақсат өзге тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметте деген. Енді сіз жаңа айтып жатсыз, президентіміз 7-8 тіл білетін шығар деп. Мүмкін, бірақ қазақ тілінде 20 минуттан артық сөйлей алмайды ғой. Енді ол кісінің өзінде қазақ тіліне құрмет сондай болса, басқасында қайдан болсын? Оны халық талап ету керек. Міне, сен мемлекет басшысың ба? Қазақ тілінде сөйле деп халық талап етті. Оның ішінде жаңағы Марғұлан Боранбай, Қуат Ахмет. Олар қайда? Марғұлан Боранбай түрмеде отыр. Қуат Ахметов Грузияға кетті ма, Украинаға кетті ма, кетті. Егерде бұл мәселені көтеріп айта беретін болсақ, бізді де ертең қуып шығуы мүмкін. Сонда бұл тіл кімге керек? Маған ба, сізге ме, жоқ әлде жаңағы Тоқаевқа ма? Ол халыққа керек. Ал халық айтатын болса, біздің болашағымызға керек. Ертең біз қазақ деген кім болып қаламыз? Жақсы, қазақ қарайтын болсақ, айтады, қазақ өз бетімен тілдері бәрі дамып келе жатыр, нетіп келе жатыр деп. Бірақ бізде қазақ тілі осы бытовой уровеньде ғана болды. Мен өзімде мысалы қанша мен етсем, екі тілдің ортасында мысалы орысша қосам. Өйткені араласып жүргенде қаланың ішінде көбі сөйлейді, мысалы орыс тілінде сөйлейді. Жақсы, паразит сөздер өтіп кетсін. Өтіп кетіп жатыр. Әжептәуір өзімнен қалған мысалы. Тіл тазалығы ол енді бөлек мәселе. Бұл жерде біз қазақ тілін сөйлесе екен деп қана талап етіп отырмыз, дұрыс па? Қазақ тілін сөйлесе екен, қазақ тілін түсінсе екен. Мемлекет басшыларының өзі қазақ тілін сыйласа екен. Енді былай ғой. Мемлекет басшылары, сонда отырған адамдар, ол егерде қазақ еліне қызмет еткісі келетін азамат болса, мемлекет басшылары сол жерде отырған мәжіліс болсын, үкімет болсын, тіпті президент болсын, егерде мысалы қазақ тілін құрметтемей, қазақ тілін көтергісі келмесе, онда ол қазақ мемлекетіне еңбегін сіңсін деген үшін бір күмән бар. Түсініп тұрсыз ба? Сол сияқты. Олар балаларын ағылшын тілін үйретеді. Қазақ тілі бәрібір, орысша біледі, ағылшын тілін біледі, ондай азаматтарды білем. Өйткені оның балалары ертең мен Қазақстанда қалам демейді, ертең мен кетіп қалам дейді. Олар өздері билікте отырып, өздері ертеңгі күнге күмәні бар. Дұрыс айтты. Билікте отырған азаматтардың. Көрдіңіз бе? Енді басқа ұлттардан не сұрайсың онда? Міне, біз өзіміз өзіміздің қазақты, билікте отырған қазақтардан талап етілмей отқанда, олар өздері қазақша сөйлемей отқанда, басқа ұлттардан сұрау бізден ұят болу керек. Мен қазір тағы бір айтып кетейін. Мысалы, мен басқа ұлт адам деп айтайын. Сіз өзіңіз басқа ұлт мен мысалы.
екі қазақ бірі-бірімен орыс тілінде сайрап тұр екен. Мен мысалы өзім Ресейден келген адаммын, или өзім басқа ұлт азаматпын. Мен айтамын ғой, мына қазақтар өздері орысша бір-бірімен сөйлеседі. Онда маған қандай қажеті бар қазақша сөйлейтіндей қылдырып. Соны біз өзіміз оны көрсетіп отырмыз. Көрдіңіз, бізде есі дұрыс пропаганда не деген жоқ, тілдің пропагандасы жоқ. Қайда телевизорда қайда жоқ бір қалау-малауымдар неше түрлері бар, а бірақ қазақ тілін нағыз көтеретін, рухтандыратын, қазақша үйрететін деген жоқ. Қазақша дұрыс курстар мысалы жоқ. Жаңағы мен айтып отқан бағдарламалар, балабақша болсын, мектеп болсын, жоғары оқу орындары қазақ тілінде тегін болу деген. Қазақша білетін азаматтар мысалы тесттер жақсы тапсырғандар, олардың зарплатасын көтеруге болады мысалы. Істеу керек қой. Бізде объявление ашатын болсан, қалай болады? Требуется русскоговорящие дейді бізде. Қазақ тілін білуге де мысалы мына пәтерге кіргізгендерді қазақтарды кіргізбеймін, славяндар ғана. Жоқ, ол ондай көп бізде айта алмаймын ондайды. Мен өзім одан өткен жоқпын. Бірақ мен көргенім мына жарнамаларда жұмысқа керек азаматтарды вот требуется на работу дейді. Русскоговорящие дейді мысалы. А сонда қазақша требуется деген жоқ. Көрдіңіз бе? Славянской внешности дейді. Соның бәрін қарап отыратын біздің билік қайда? Ол сонда қалай өз елімізде жүріп, біз кәдімгідей қазақ өз елімізде жүріп, мәңгүрт болып, осылай құл болып жүрміз. Әлі күнге дейін. Енді сіз жаңа сөзіңізді айттыңыз. Бұны халық талап ету керек дедіңіз. Мемлекет басшылығы бұны керек қылмайды, тіл мәселесін. Халық талап ететін болса, талап еткендердің түгелін қудалап жатыр емес пе? Не істеуіміз керек сонда? Әрмен қарай талап ету керекпіз. Қалай? Қалай талап ету? Алды тығат, қуып шығат басқа елге. Әдемі мәдени түрде талап етуге болады. Бірінші жаңағы мен айтып отқандай қазақша сөйлей бастайық. Ал енді Алаш партиясының ұсынысын тыңдайық. Қандай әдемі сіздің ұсынысыңыз бар? Менің ұсынысым жаңағы мен айтып отқандай. Конституциямызды, ата заңымызды тек қазақша тілде ғана шығару керек. Тіпті негізі ата заңымызды өзгертіп дұрыс жаңадан жазу керек негізі. Шындығынан келетін болсақ. Ол жерде тіл деген сөз болмау керек. Қазақстанда тұрамыз ба, қазақ елінде тұрамыз ба, ата заңымыз қазақша болу керек болды. Басқа тілге аударуға оның қажеті жоқ. Солай болу керек. Екіншісі, бағдарламалар, үкімет өз жағынан бағдарламаларын бәрін дұрыстап шығару керек. Жаңағы мен айтып өткенде жоғары оқу орындары туралы, жаңағы айтып өткендей міндетті түрде сфера обслуживания дейді ғой. Солардың қазақша білу керек, ол міндетті түрде сол болу керек. Тағы толып жатыр неше түрлі. Балабақшалар тегін болсын. Қазақша тегін болсын. Енді ең өкінішке орай бізде менің балам, үлкен ұлым, 4,5 жаста. Қазақша неге барады? Балабақшаға барады. Үйде мен келіншегіммен таза қазақша сөйлеймін. Ата-анамен үйде бәріміз қазақша сөйлеймін. Бірақ менің балам орысша үйреніп алған. Орысша менімен сөйлесіп тұрады. Балабақша қазақша. Енді сол қызығы, жаңағы менің ұсыныстарым бар. Енді қызығы неге десек, телефондағы мультиктар, нелердің бәрі контент деген орысша. Бізде қазақша контент та жоқ. Бізде билік талап етпейді. Сыртқа нарықтан келген теледидар болсын, ұялы телефон болсын, бұлардың ішінде тілі болу керек. Немесе кино. Америка түсіреді, орыстар аударып береді, біз қазақ көреміз. Қазақша көргіміз келеді десе, астына титр беріп қойған. Титрдің өзі оқысаңыз күлгіңіз келеді. Қарныңыз ашады. Тіпті атылып кетіп қалғың келеді ана жерде. Енді сол жаңағы неге бір қызық айтып жүрмін, Швецияда ма, Финляндияда ма, олар екінің бірі ағылшынша біледі екен. Бірақ өз енді елдерінде өз тілімен сөйлеседі ғой. Жаңағы сіз телевидение туралы айтып жүргенде, кинолар туралы. Оларда аудармайды екен. Олар қалай істейді екен? Финдар мысалы, ағылшын тілін қалай үйреніп кетті? Оларда мектепте прям міндетті сондай бағдарламалар жоқ. Голливудтың бір киносы келді ме, аударылмайды, астында титр өз тілімен ғана болды. Мен оны құптамаймын. Бізде бар ғой қазір титрмен береді, бірақ ол жоқ, біздің аумақта тек қана қазақ тілі. Орысшаға аудармайды. Орысшаға аудармау керек, тек қазақ тілінде беру керек. Қазақша астында несін бәрін титрлар. Аудармады ма, онда біздің нарыққа келмесін. Тіпті аудармай-ақ қойық. Тіпті аудармай қойық. Астында титрмен қазақшамен ғана шығарық. Орысшаға да аудармай қойық, қазақшаға да аудармай қойық. Жоқ, титр болмау керек, меніңше. Енді Алаш партиясының тілге қатысты қазақша. Жоқ. Ағылшынша кино жүріп атады, астында қазақша титр жүріп атады. Ол интеллектуальный собственность дейді. Жоқ, оны солай келтіруге болады. Мен қарсымын.
қымбаттаған сіздер не ойлайсыздар? Осы астына пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Алаш партиясының төрағасы Голливуд киноларын ағылшын тілінде көрсету керек, астында қазақша титрмен дейді. Орысша көрсетпей қойып дейді. Мен айтам, орысшада, ағылшыншада да көрсетпеңдер, қазақ тіліне аударылмады ма, біздің арққа кірмеу керек деймін. Сіздер не ойлайсыздар? Осы видеоның астына пікір қалдырып қойыңыздар. Көрейік, кімді ұтады екен, халық не ойлайды екен. Айтпақшы, мына Telegram немесе WhatsApp мессенджерлері номері арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды жіберіп отырыңыздар. Әділет мырза, бүгінгі тікелей эфирімізде енді болашақта жоспарлы түрде, дәстүрлі түрде әр жұма сайын кешкі 20:30-да шығарып отырамыз деп жоспарлап қойдық. Алдағы уақытта көрермендер сұрақтары қойылып жатса, барлығына жауап беруге дайынсыз ба? Кез келген тақырып. Кез келгенге. Қандай сұрақ болса да, мен өзім фильтрация деген затты жақтырмаймын. Мінекей, осы мессенджер арқылы мынандай сұрақ келген екен. Сіздің саяси көзқарасыңызды дұрыс түсіне алмай отырмын. Оппозициясыз ба? Жоқ па? Оппозиция деген не өзі? Саяси тілмен сөйлегенде, оппозиция деген, бізде саяси тілмен айтайық. Оппозиция ол билікте жоқ партия деген сөз. Болды. Билікте бір-ақ партия болады. Билікке өтпеген партиялардың бәрі оппозиция болады. Яғни Нұр Отан билік, мынау ақ жол, сақ жол, құйыршықтар. Олардың бәрі ресми дүние халықаралық немен келген кезде олардың бәрі оппозиция болып шығу керек. Оныңыз рас, бірақ біздің елде оппозиция деген билікті сынаған оппозиция, билікті сынамай парламенттің ішінде отырған түгелі билік. Бізде өкінішке орай осы ТМД елдерінде бұрынғы кеңес үкіметіне шығып кеткен енді нелерді алмай қойық, ТМД-да деп айтайық. Ресейдің қол астында отырғандар дейді, шындығын айтайық. Енді о жақта оппозиция деп тіпті бір не болып кетті, оппозиция деген сөз бір жау сияқты шығара бастады. Ол баяғы мына НКВД сол заманның келген технологиясы. Кім билікке датын айтады, ол халық жауы. Бізде оппозиция халық жауы. Мен халық жағында тұрған адаммен, халықтан шыққан адаммын. Яғни халық жауыз. Биліктің көзқарасымен қарағанда. Мүмкін. Мүмкін. Енді оппозиция деп, негізі Қазақстанның несі бойынша, жаңағы ТМД-ның стилі бойынша біз оппозициямыз, стилі бойынша. Өйткені біз билікте емеспіз, стилі бойынша. Халықаралық дәрежемен келген болсақ, онда біз тіркелмеген партия тіпті ол оппозиция деп айта алмайды. Ол тіркелген жоқ. Тіркеліп, сайлаудан өтілмей қалса, ол оппозиция болады еді. Негізі қазақтың есімі келгенде, оппозиция деп айтуға болады. Түсінікті. Көп рахмет. Әділет мырза, осы төңіректен біз бүгінгі сұхбатымызды аяқтасақ деп ойлаймын. Өйткені біраз уақыт әңгімелестік, тіпті бұдан ұзақ әңгімелесіп отыра беруімізге болады. 2 сағат, 3 сағат, 5 сағат болсын, 8 сағат болсын. Сіздің де айтарыңыз көп, менің де қоятын сұрағым көп, көрермендердің де қоятын сұрағы көп. Бірақ келесі жұмаға 20:30-ға қалған тақырыпты қалдырайық. Көрермендерімізбен әлде сұхбаттасамыз деп ойлаймыз. Тағы да азаматтарды шақырсақ болады ғой, осы Алаш партиясының сізден басқа белсенділері бар ғой. Шақыру керек, міндетті түрде келеді. Сосын тез өтіп кетті ғой бәрі уақыт. Мен ойлағам, әлі отырамыз ба деп ойладым негізі. Уақыт деген осы енді. Көп рахмет келгеніңізге, студиямызға қонақ болғаныңызға. Қымбатты ағайын, сіздер Алаш партиясының арнасына жазылып, мына номерді көрсетілген жазып алып, жұма сайын 20:30-да ағайын туыстарыңызды шақырып, тағы дос-жарандарыңызды шақырып, осы тікелей эфир тамашалап, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Келесі жұмада кездескенше аман болыңыздар.